Қайырлы күн қымбатты достар, бүгін біз сіздермен осындай әдемі ерекше дастарханға арналған нарезка жасаймыз. Ең алдымен мандариндерімізді дайындап алатын боламыз. Мандариндердің көлемі бірдей болғаны жақсы. Осылай ашып алып, видеодағыдай етіп, шеттерін сәл ғана ашып шығып, ортасына қызыл жүзін салатын боламыз. Неге видеодағыдай тек қана ұшын ғана сәл ашатын боламыз. Оны қатты ашсақ, толықтай ажырап кетуі мүмкін. Содан соң жүзімнің жасыл, қара, өз қалауыңызша әртүрлі түрлерін қолдансаңыздар болады. Неге осылай дайындап алып, тарелкамызға салатын боламыз. Осылай шеттеріне және де ортасына саламыз. Енді алмамызды кесеміз. Алманы жартысынан бөліп алып, оны тағы да жартысынан кесетін боламыз. Бұрышын ақырын жіңішке етіп алып тастаймыз. Және видеодағыдай етіп, екі шетінен бастап осылай кесетін боламыз. Түбіне дейін кеспейміз, әйтпесе жартысы кесіліп кетуі мүмкін. Сол себептен ақырын осылай соңына дейін жақындатпай кесіп алып, оны бірінің үстіне бірін осылай видеодағыдай етіп жинайтын боламыз. Неге осылай оңай жасалады. Бізге шамамен орташа 2 алма қажет болады. Дәл осылай қалғандарында жасаймыз. Басында сіздерде дұрыс кесілмеуі мүмкін, бірақ бұл уақыт талап етеді. Қолдарыңыз үйренген кезде сіздерде оңай кесіледі. Осыны мандариндердің орталарына, шеттеріне қоямыз. Енді апельсинімізді кесеміз. Апельсинді қарапайым түрде осындай етіп тураймыз жартысын. Және де оны осы бос жерлерге айналдыра қойып шығатын боламыз. Алмаларымыз қарайып кетпес үшін оларға осылай лимон шырынын құйып отыру керек. Енді бізге бір банан керек, оны да қарапайым түрде осылай дөңгелектеп кесіп аламыз. Және де осы апельсиндерден кейін осы бананды қойып шығамыз. Және де өз қалауларыңызша бананның орнына киви салуға да болады. Банандар қарайып кетпес үшін оларға да лимон шырынын құю керек. Содан соң айналдыра жүзімдерімізді салып шығатын боламыз. Неге осымен бізде нарезкамыз дайын болды. Неге қараңыздар, өте әдемі, ерекше болып шықты. Әрі өте оңай, қарапайым ингредиенттерден жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнады деп ойлаймын. Келесі рецептерде кездескенше.